Не ексең, соны орасың деген сөз естігесіздер ме? Не ексең, соны орасың. Бұны біз тікелей түсінсек, бидай ексең, бидай орасың. Арпа ексең, бидай алмайсың деген сияқты. Бірінші түсінік. Екінші түсінік, қазір біздің кейбір жігіттер бар ғой, әйелі көп қыз туады да, қайта қыз туа береді. Сөйтсе әйеліне айтады, енді қыз тусаң қуып жіберемін деген естігесіздер ме? Сен бәле болдың, қыз туа бересің. Негізінде мына әйел айту керек еркекке, сен бәле болдың, қыз туғыза бересің де. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады, әйелдерің сендердің егін зарларың дейді. Негізі бұл жарықтық әйелдер бар ғой, сенен көтереді ғой. Негізі еркек кінәлі. Шындап келген кезде ешкім кінәлі емес, бұл Алланың тағдыры ғой. Бірақ анау әйелдеріне жала жабатын еркектерге айтып отырмын да. Негізі сенен көтереді ғой. Ол сенен не көтереді ол? Жарықтық сон жаңа уақытына шейін көтеріп келіп, саған бала туып береді болды ғой. Әйел кінәлі емес. Екінші түсінік. Ер адам. Не егесің, соны аласың. Үшіншісі бала. Мына баланы бізде кейбір көп кісілер бар ғой. Бала шағалар өскен кезде ше, не мына баланың өше түсінбедім мен. Қалай өскенін түсін. Қарасаңшы, не? Қалай өскенін түсінбедім. Ол түсінікті емес пе? Не егесің, соны арасында деп жатқан ше, мына миына не қиясың, мына балаға дейсіз. Кейін сен қартайған кезде мынау өседі ғой, сол жемісті береді. Не қандай бала тәрбиелейсің, сондай болады деп тұр ғой. Балаға жала жаппа. Өскеннен кейін балаң егер ит болып шықса бар ғой, ренжіме. Өйткені сен ит баққасың да кезінде. Баланың алдында отырып ішесің, баланың алдында отырып өтірік айтасың, баланың алдында отырып та темекі шегесің. Енді мен үлкенді кішіні айтып жатқаным ғой, бұның кейбір адамдар ренжіп қалмасын. Бұл күнәлардың бұның ішінде үлкені бар, кішкентайы бар. Бірақ сен не үйретіп жатсың, мына бала соны қайталайды ертең. Мына саған қайталайды ертең. Соны айтады. Қарсаңшы, қалай болады? Ешкімге ренжіме. Өмірде саған не кездесіп жатыр, бәрі сен өзің жемсің. Кезінде соған дайындалғансың. Бұлар енді бұл дүниеде негіз. Негізгісі, мынау дүниеде не егесің, ақыретте соны ұрасың. Алла Тағала айтады ғой, біздерге, мұсылмандарға, бисмилла. Я эйюхаллазина аману тақуллах. Жай адамдарға айтып жатқан жоқ. Ей Аллаға иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар. Вәлтанзур нафсум ма қаддамат лиғад. Ертең қараңыз не деп жатыр? Ертең Алланың алдына не жіберіп жатсыңдар? Ертеңгі күндеріңе не жіберіп жатсыңдар? Қараңдар. Ваттақуллах. Қайттан айтады. Алладан қорқыңдар. Инналлаха хабирун бима та'малун. Расында Алла Тағала сендердің не істеп жатқандарың жақсы біледі. Керек емес реклама. Мен ананы істеп жатырмын, мен мынаны істеп жатырмын ше. Керек емес. Алла Тағала жақсы